Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз эко жүйелердегі тірі ағзалардың алуан түрлілігі. Яғни бүгінгі сабақтың барысында біз жергілікті эко жүйелерде кездесетін тірі ағзаларды зерттеу, жергілікті эко жүйелерде кездесетін өсімдіктер мен жануарларды анықтау және әртүрлі эко жүйелерді салыстырып, оларға сипаттама беру. Ал енді берілген суретке назар аударайық. Бұл жерде бірнеше түрлер берілген. Олардың барлығына ортақ не? Егер де біз ол түрлерді өзгертетін болсақ, жер шары өзінің тепе-теңдігін жоғалта ма? Яғни осы сұрақтардың барлығын біз бүгінгі сабақта қарастыратын боламыз. Біз сіздермен өткен тақырыпта эко жүйе туралы әртүрлі тақырыптарды талдадық. Ендеше эко жүйе дегеніміз не? Осы жөнінде келесі бейне материалды қарап өтейік. Тіршілік бар жерде эко жүйе де бар. Эко жүйе дегеніміз қоршаған ортасымен өзара әрекеттесетін тірі ағзалар бірлестігі. Эко жүйелердің көлемдері әртүрлі, кішкентай тоғаннан үлкен орманға дейін. Әлемді кең масштабта өсімдіктер мен климат арқылы сипатталатын ірі эко жүйелер биомдарға бөліп қарастыруға болады. Негізгі биомдарға ылғалды тропикалық ормандар, саванна, шөл, тундра, жапырақты ормандар, қылқан жапырақты ормандар жатады. Әрбір биомда тіршілік ететін түрлердің сан түрлі болуы биоалуандылық деп аталады. Барлық экожүйелердің ортақ ерекшелігі тірі ағзалар түгелдей қоршаған ортамен өзара тәуелділікте болады. Абиотикалық факторлар деп экожүйенің жансыз компоненттерін, мысалы климат және топырақты айтамыз. Биотикалық факторлар деп керісінше жанды компоненттерді атаймыз, және олар экожүйедегі барлық тірі ағзаларды қамтиды. Экожүйенің абиотикалық және биотикалық факторлары өзара тұрақты әрекеттеседі. Жауын-шашын өсімдік жамылғысының өсуіне ықпал етеді. Өсімдіктер күн сәулесін жұтады және жауын-шашынға әсер ете алады. Шөп-қоректілер өсімдіктермен қоректенеді. Жыртқыштар басқа жануарларды қорек етеді. Саңырауқұлақтар секілді редуценттер қоректік заттарды топыраққа қайта өңдейді. Белгілі бір экожүйедегі ағзаның рөлі және оның тұтынатын азығы экологиялық қуыс деп аталады. Мәселен, мына ламинария экожүйесінде теңіз алабұғасы мен періште балық әртүрлі экологиялық қуысқа ие. Теңіз алабұғасы ламинариямен қоректенсе, періште балық ай балықтағы паразиттерді азық етеді. Осылайша олар ресурс үшін өзара таласпайды. Орнықты экожүйеде барлығы тұрақты негізде қатар өмір сүреді. Әрбір экологиялық қуыс өз қоршаған ортасы мен өзге ағзалар тобы арқылы толтырылып, бақылауда болады. Бұл жердегі тіршіліктің мінсіз тепе-теңдігін сақтайды. Тағы да бір рет эко жүйе дегеніміз не екендігін қарастырайық. Эко жүйе дегеніміз белгілі аймақта тіршілік ететін тірі ағзалар және табиғаттың өлі құрамдас бөліктері арасындағы үнемі байланыс жүріп жататын бір жүйе, немесе орта деп айтуға болады. Эко жүйеде тіршілік ететін тірі ағзалар үнемі өзара тығыз байланыста болып, олардың арасында зат алмасу жүреді, және олар қоректік тізбектің құрамдас бөліктері болып табылады. Біз сіздермен өткен сабақтарда келесі терминдерге тоқталып өткен болатынбыз. Дегенмен, біз бүгінгі тақырыпты тереңірек жан-жақты түсіну үшін осы терминдерге қайта келуіміз қажет. Популяция дегеніміз не? Популяция бұл белгілі бір аймақта мекен ететін барлық тірі ағзалардың жиынтығы.
Екінші термин биоциноз. Биоциноз бұл табиғи жағдайлары бірдей жерде тіршілік ететін тірі ағзалар, микроағзалар, өсімдіктер және жануарлардың жиынтығы. Биогеоциноз бұл белгілі бір жерде мекен ететін өсімдіктердің, жануарлардың, жалпы тірі ағзалардың мекен ететін ортасымен бірге алғандағы қауымдастық немесе жүйе болып табылады. Сонымен биотоп мекен ету ортасы, ендеше экожүйе дегеніміз жоғарыда айтып өткен анықтамаларға сәйкес ол биоциноз бен биотоптың қосындысы болып табылады. Қанекей, біз биоалуантүрлілік терминіне түсініктеме беріп өтейік. Биоалуантүрлілік бұл жер бетінде тіршілік ететін барлық өсімдіктер мен жануарлардың таралу жиілігі немесе олардың саны болып табылады. Сонымен биоалуантүрлілік атмосфера, литосфера, гидросфераның өзара бірігіп әрекеттесуінен қалыптасқан болып табылады. Қандай экожүйелер жоғары биоалуантүрлілікке ие? Әрине біз білеміз, өсімдіктердің, жануарлардың жақсы өсіп кең таралу үшін күн сәулесі және жылу қажет. Ендеше экваторға жақын аймақтар, экваторға жақын экожүйелер, мысалы тропиктік ормандар жер бетіндегі ең көп биоалуантүрлілікке ие экожүйе болып табылады. Өйткені ол жерде күн сәулесінің мөлшері көбірек түседі, ылғалдың мөлшері жоғары, жылудың мөлшері жеткілікті, сондықтан да өсімдіктер тезірек өніп, көбірек өнімділік береді. Нәтижесінде сол ортада мекен ететін барлық жануарларға қорек болып табылады. Мұндай орта, мұндай экожүйе тұрақты болып келеді екен. Сондай-ақ сіздер өздеріңіздің оқулықтарыңыздан доминант түр деген терминді кезіктіруіңіз мүмкін. Доминант түр дегеніміз не? Ол сол экожүйеде, сол аймақта ең көп таралған түрлер жатады. Мысалы, шөлді жерлерде сексеуіл көбірек өссе, сексеуіл шөлді жерлерге доминант түр болып табылады. Немесе олардың саны басқалармен салыстырғанда басым. Дала зонасында астық тұқымдас өсімдіктер басымдылық танытса, өзен маңында қамыс өседі. Біз бұны суреттерден көріп отырмыз. Ал енді осы тақырыпты тереңірек түсіну мақсатында келесі практикалық жұмысты орындап көрейік. Біздің бүгінгі практикалық жұмысымыздың тақырыбы жергілікті экожүйеде таралатын өсімдіктер мен жануарларды зерттеу. Біздің тақырыбымызға сәйкес мақсатымыз осы біз таңдап алған экожүйеде қандай өсімдіктер мен жануарлар таралатындығын анықтау. Жұмыс барысына сәйкес біз ең бірінші зерттеу аймағын анықтап алуымыз қажет. Зерттеу аймағына келген кезде жоғарыда аталғандай 1 шаршы метр болатын жақтауды сол иығымыздан кездейсоқ лақтырамыз. Сол кезде осы жақтау түскен жерге келіп, осы жақтаудың ішіне кірген барлық өсімдіктерді санап, дәптерімізге жазып аламыз. Және де болашақта осы түрлерді анықтау керек болатын болса, біз оны кептіріп, арнайы кеппе шөптер дайындауымызға да болады. Мысалы, мына лақтырылған жақтауға қандай түрлер кіреді? Яғни біз осы жақтаудың ішіндегі кездескен барлық түрлерді санап, жазып алуымыз қажет. Алынған мәліметтерді келесі кестеге орналастырамыз. Сіздердің қалауларыңызға қарай бірнеше үлескіні таңдай аласыздар. Мысал үшінге, мына кестеде 5 үлескі үшін бөлімдер берілген. Жақтаумен жұмыс істеген кезде, оны 3 рет лақтырып, орташа мәнін алуды ұмытпаймыз. Бұл біздің жұмысымыздың нақтылығын көрсететін негізгі жолдың бірі. Мысалы, мына дайын берілген мәліметтерге назар аударайық. Мысалы, осы жақтауды лақтырған кезде, сол аймақта келесі өсімдіктердің көбірек таралғандығы анықталды. Осы мәліметтерге сәйкес 5 түрлі үлескі зерттелген екен. Яғни осы 5 үлескіде де белгілі бір зерттеу аймағында жоңышқа, еркек шөп және жол-желкен өсімдіктері кеңірек таралады. Енді зерттеу парағының талабына сәйкес осы мәліметтерді біз графикке орналастыруымыз қажет. Яғни кез келген графикті сызған кезде, оның біз X осіне және Y осіне қажетті шамаларды жазу маңызды. Мысал үшінге, X осіне біз үлескінің түрлерін жазсақ, Y осіне қанша түр кездесетіндігін жазу маңызды.
Сондай-ақ өзіміздің осы зерттеу жұмысы бойынша есебімізді рәсімдеген кезде бұл графиктің атауын беруді ұмытпаймыз. Қанеки, енді осы графикте берілген ақпараттарды талдап көрейік. Яғни, бірден көзге көрінетін ол екінші үлескіде еркек шөп өсімдігінің көбірек кездесетіндігін байқадық. Сонымен зерттеу жұмысын қорытындылайтын болсақ, осы аймақта кең таралған өсімдік ол еркек шөп. Бұл өсімдіктің кеңірек таралуына қоршаған ортаның әртүрлі қолайлы факторлары себепші болады. Осы тақырыпты тереңірек түсіну үшін қанеки келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Биоалуандылықтың төмендеуіне әсер ететін қандай себептер болуы мүмкін? Дұрыс айтасыздар. Олар антропогендік факторлар, яғни адамның әсері, климаттың өзгеруі, табиғи апаттар, қоректік тізбектің бұзылуы, табиғи ресурстардың азаюы және де өндірістің күшеюі болып табылады. Келесі тапсырма сызба түрінде берілген. Мына сызбаға назар аудара отырып, биоалуандылық ұғымына сипаттама беріп көрейік. Яғни атмосфера, литосфера, гидросфера, жануарлар, микроағзалар, өсімдіктерді біріктіре отырып, бір анықтама беру маңызды. Дұрыс айтасыздар. Қанеки сіздердің жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Табиғатта атмосфера, гидросфера, литосфера компоненттері мен биоценоз құрамдас бөліктері арасында үнемі тығыз байланыс орнайды. Және де биотоп пен биоценоз бірігіп, тұрақты экожүйені құрайды екен. Сонымен сабағымызды қорытындылайтын болсақ, биоалуандылық бұл тірі ағзалардың таралуы, тірі ағзалардың санына қатысты айтылатын термин. Биоалуандылықты сақтау өте маңызды. Себебі ол бізді тамақпен, материалдармен, медициналық препараттармен, шикізаттармен, табиғи ресурстармен қамтамасыз ететін ең негізгі ресурс. Әрқайсымыз биоалуантүрлілікті сақтау үшін әр түрге деген көзқарасымыз дұрыс болу керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.